халыққа бірдеңке үйретесің ба? Халықтан саған бір тиын керегі жоқ. Осыны біліңіз. Еңбек ақы дегенде қазір заманда адамдар қандай болып кетті? Біз мысалы айтамыз, біздің аталарымыз жомарт болған деп. Ол аталарымыз ғой жомарт болған. Бірақ бүгін сен біреуге тек пайда үшін ғана көмек беретін адамға айналдық емес пе біз? Қоғамда қазір туысқанға болсын. Біреу қазір біреуден қарсы сұраса да процентке беретіндей жағдайға жеткен. Міне, ел ішінің қарым-қатынасын қараңызшы. Сендерден еңбек ақы сұрамайды. Бір тиын керегі жоқ халықтан. Еш нәрсе. Соншалықты адалдық түк керегі жоқ мына халықтан маған. Не керек сонда дегенде? Аллаға бойсыңдар. Бойсынса да не болады? Бойсынсаң сен бақытты боласың. Сен құтыласың да. Қандай тазалық жатыр? Сенімдікте, адалдықта қандай тазалық жатыр? Пайданың көзге көрінбейтін түрі, мысалы біз айтуымыз мүмкін, мен пайда көздемеймін адамдарға істеген кезде. Көзге көрінбейтін бір пайда бар. Ол қандай деген кезде, мысалы сіз біреуге жақсылық жасайсыз. Тағы жақсылық жасайсыз. Күндердің бір күні ол кісіден сіздің хақыңызға қателік кетеді. Сол кезде сіз айтасыз, бұны білгенде жасамас едім деп. Қай жақтан ұстады шайтан? Сен пайда іздейтін адамсың. Сен Алла үшін жақсылық жасап үйренбеген адам боламыз біз. Сөйтсек, мен ол маған жақсы бола беру үшін ғана жасап жүр екенмін да. Көрдіңіз бе қалай Алла тағала ол ауруды емдеу үшін жаңағы сынақта келеді. Ол тараптан сіздің хақыңызға қателік кетеді. Сол кезде жаңағындай бұны бөлгенде бермес едім мен негізі деген сөз. Сіз бен оның арасында адал байланыс жоқ. Ол да дүниелік пайда, нәпсінің пайдасы жатыр ол жерде. Осы нәрселердің бәрінен таза пайғамбарлар, елшілер таза, ештеңе керегі жоқ оған. Соншалықты дәрежеде сенімді пайғамбарымыз бәленбай жыл Алланың жолында қиналып, Алла жолындағы жаугершілік замандарда атқарып, Алла жолында қаншама сахабалар шейіт кетіп жатыр, небір қиындықтардан өтіп жатыр. Сөйтіп әрбір жерде жан топырлап адамдар исламға кейін келіп жатқан кезде ашхаду ла иляха иллаллах, ашхаду анна Мұхаммад расулуллах айтқанмен әлі де дәрет үкімдері, басқа үкімдерді біле бермейтін біреу пайғамбар зекеттер атып жатыр деген кезде жағадан келіп ұстайды пайғамбарды. Түйем қайда деп. Сондағы адалдықты қараңыз. Жымию оған. Жымию. Неге? Өйткені бұны тура жолға түсіру үшін келген. Бұнымен ұрысу үшін келген жоқ ол. Сіз де осы міндетті атқарасыз, туысқаныңыз келіп тиіскен кезде, көршіңнен бірдеңке тиген кезде сізде жымиюдан басқа амал тастамаған пайғамбарымыз салсам сүннетте. Есіңізде болсын. Міне осы сіздің адалдығыңыз көршіңізге, туысқаныңызға, сізге олардан ештеңе керегі жоқ. Бірақ сізде не бар болса, беруге дайын тұру. Осыны адалдық деп атайды, осыны сенімділік деп атайды. Осыны айтады адамдарға тура жолды қалауыңда, жақсылықты қалауың деген нәрсе. Соны ашық айтып жатыр. Маған сендерден мал керегі жоқ. Худ сүресінде айтқандай. Мына жерде еңбек ақы десе, Худ сүресінде мал, дәулет, ақша, ештеңе керегі жоқ дейді маған. Өйткені қоғамда өздеріңіз байқайсыздар, біреу бірдеңке бүйтіп шыға келіп, сетевой маркетинг бірдеңкелер шығарып, айналасына шақырып жатады ғой адамдарды. Не көздеп жатыр ол? Пайда көздеп жатыр да. Пайда көздеп жатыр болды, басқа нәрсе емес ол. Ар жағы өтірік. Сол сияқты мынау таза нәрсе. Сонда сізге ұсынғалы тұрған нәрсесінің өзі не дегенде, қарасаң, мына дүниеде ешкім ұсына алмайтын нәрсені ұсынады екен ол. Тегін нені? Алланы. Аллаға деген жолды, жәннатты. Міне осы тазалықты үйренейік. Біреуге бір жақсылық жасайсың ба, тек қана Алланың дидарын көзде. Тек қана Алланың дидарын көзде. Күнәңнің кешірілуін көзде. Жәннатты көзде. Ешкімнен ешқандай пайда көздеме. Ешкімнен жақсылық та көздемей қой. Үйрен соны. Өйткені күндердің бір күні одан жамандық шығып кетсе, сізге қарай көңілің түсіп қалуы мүмкін.